Баршаңызға сәлем, сіздермен Ақбала. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен сарымсақ пен ірімшік қосылған нанды жасайтын боламыз. Алдағы видеоларымды жіберіп алмас үшін каналыма тіркеліп қоңыраушаны баса кетіңіз. Қамырын дайындау үшін бізге ең алдымен жылы сүт және де жылы су керек болады. Екеуін бір ыдысқа құйып алғаннан кейін үстіне тұз және де құмшекерді салып бір араластырып аламыз. Одан соң үстіне сұйық май және ашытқыны салып, тағы бір араластырамыз да үстіне ұнымызды салып қамыр илейміз. Қамыр бізде осындай жұмсақ болып шығуы керек. Одан кейін бетін жауып, бір көтерілгенше қойып қоямыз. Бір көтерілгеннен кейін осылай бөлшектерге бөліп алып, жұқалау етіп қамыр жаямыз. Қамырдың қалыңдығы жарты сантиметрдей болғаны дұрыс. Және де жайып болғаннан кейін противенге орналастырып, бетін жауып, бір көтерілгенше қойып қоямыз. Нанның бетіне жағу үшін бөлме температурасындағы майға сарымсақты үккіштен өткіземіз. Одан соң аскөкті ұсақтап турап, үстіне салып, барлығын бірге араластырамыз. Нанымыз көтерілгеннен кейін осылай кесіп шығамыз. Және үстіне дайындап қойған май мен аскөк сарымсақты жағамыз. Кескен сызықтардың ортасына да жағуға тырысыңыздар. Алдын ала 180 градусқа қыздырып қойған пеште 20 минут пісіріп аламыз. Осылай қызарып піскеннен кейін пештен алып бірден осылай сызықтардың ортасына ірімшіктерді қыстырып шықсаңыздар болады. Немесе осылай да жеп беруге болады. Ірімшікті қыстырғаннан кейін қайтадан пешке 5 минутқа салып аламыз. Міне осымен ерекше нанымыз дайын, жасап көріңіздер, ас болсын.